Қайырлы күн балалар. Сендер бүгін 2 немесе 3 амалдан тұратын әріп өрнектерді салыстырасыңдар. Алдымен бірінші тапсырмаға қарайық. Теңдік тура болатындай етіп, әріптің орнына қандай сан қоюға болады? Қараймыз. Біз А деген әріптің орнына 5-ті қойдық. Енді есептейік. 5-ке 3-ті көбейткенде 15, 15-ке 4 пен 2-нің көбейтіндісін қосқанда 23 шықты. Енді теңдіктің оң жағында есептейміз. Теңдік теңесті. Сосын екінші өрнекте С деген әріптің орнына 1-ді қойдық. Өйткені 2-ке 1-ді қосқан 3, 3-ке 4-ті көбейткенде 12, 12-ні 3-ке бөлгенде 4. Теңдіктің сол жағын есептесеңде 4 шығып тұр. Осылай әріптің орнына сан қойып, өрнектерді теңестіреміз. Ал екінші тапсырмада әріпті өрнектерді салыстырамыз. Есептемей салыстыру деген дағдыны қолданамыз. Қараймыз. Аға 53 пен 6-ның қосындысы. Қос деп тұр. Мына жақта Аға 57 мен 6-ның қосындысын қос. Біз 53 пен 57-ні ғана назарға алып салыстыра саламыз. Келесі өрнектерде осылай есептемей салыстыруға болады. Ал үшінші тапсырмада әріптің орнына Б деген әріптің орнына 8 деген санды қойып есептеп салыстырамыз. 2-ке 8-ді көбейткенде 16, 16-ға 2-ні қосқанда 18. Ал 2 мен 9-дың көбейтіндісі 18. Әсін, Б-сын қалай шығарғанымызға назар аудар. Сен әріптің орнына қай сандарды қойғанымызды байқа. 4-ші тапсырмада өрнек құрастырамыз. Әрі қарай оларды бір тура теңдік және бір тура теңсіздік құрастыруға болады. Өрнектерді оқиық. А мен 4, А көбейту 4 және 12 бөлу 4 өрнектерінің қосындысы. Екіншісі 5 қосу 4 және 16 бөлу 6 А өрнектерінің көбейтіндісі. Екеуінен қандай теңдік және теңсіздік құрастырдық. Бірінші және екінші өрнектерден теңсіздік шықты. Сосын біз 4 көбейту А және А көбейту 4 деген А мен Б тармағындағы өрнектерді теңестіруге болатынын байқадық. 1 тура теңдік және 3 тура теңсіздік құрастырдық. 5-ші тапсырмада әр өрнектердегі әріптің мәнін табамыз. Әріптің орнында қандай сан болу керек? Соны табамыз. Мысал, бірінші өрнекте әріптің орнында 3 деген сан болу керек. Өйткені 6-ға 4-ті көбейткенде 24 шығып тұр. Енді теңдіктің оң жағында 3-ті қойып есептейміз. 6-ға 3-ті 18, 12-ні 2-ке бөлгенде 6, 18-ге 6-ны қосқанда 24 шықты. Келесі өрнек 7-ге 3-ті көбейткенде 21 шығып тұр. Теңестіру үшін әріптің орнына 4-ті қойдық. 7-ге 4-ті көбейткенде 28, 14-ті 2-ке бөлгенде 7, 27-ден 28-ден 7-ні азайтқанда 21 шықты. Келесі өрнектерде қалай теңестіргенімізді байқап, өзің тексеріп көр. Сосын сергіту сәтін жасап, енді есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жазамыз. Әсет әрқайсысы А теңге тұратын 3 кітап сатып алды. Әсет сатып алған кітаптар үшін неше теңге төлейді? Біз А-ны 3-ке көбейтеміз. Ал 7-ші тапсырма ол тағы да салыстыру, есептемей салыстыруға берілген өрнектер. Тағы да назар аударамыз. 4 көбейту Б, мына жақта Б көбейту 4 көбейткіштерін орнына ауысып тұр. Жақшан ішіндегі өрнекті қараймыз. 4 қосу 1, 3 қосу 1 демек 4 қосу 1 деген өрнек артық болады. 8-ші тапсырмада аулада 3 метрлік 20 бөрене бар еді. 1 метрден кесіп отын дайындау үшін олардың барлығын неше рет кесу керек? Қараймыз, бізде 20 бөрене бар. 3 метрлік бір бөренені 1 метрден кесетін болсақ, біз бір бөренені 2 рет кесеміз. 1 метрден. Сонда 2 рет кесетін болсақ, 20 бөренені 2-ке көбейтеміз. Демек, 20 бөренені 1 метрден кесу үшін 40 рет кеседі екен.
келесі тапсырмада өрнектердің мәніне сәйкес әріптерді кестеге жазып отырып, біз Қазақстанның қызыл кітабына енген өсімдікті табамыз. Әрине, ол бәйшешек болып шықты. Бәйшешек Қазақстанның қызыл кітабына енген өсімдік екен. Демек, бұл өсімдікті біз абайлап, жұлмай көбейтуге үлес қосу керекпіз. Балалар, сендер осы сабақта әріпті өрнектерді салыстыруды үйрендіңдер, салыстырдыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Егер маған ұсыныс, сұрақ, тілектерің болса, мына WhatsApp нөміріме хабарлассаңдар болады.